120 теңгеге мықты акция аламыз. Оға дейін менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сторисында және парақшамда акция инвестиция биржа туралы қызықты ақпарат өте көп. Сонымен 120 теңгеге мықты компанияның акциясын алуды көрсету үшін әдеттегідей менің түріме қарап тұра бермей, мына жерді төмен қарай тартайық. Сонымен әдеттегі үйреніп қалған халық инвестқа кіреміз да, что купить деген жерге поисқа HSBK деп жазамыз. Негізі сізді HSBK дегенде банк деп автоисправление болып кетуі мүмкін, өшіремізді қайтадан HSBK деп жазамыз. Сол кезде бізге бірнеше акциялардың тізімі шығады. Барлық халық банк, біз AX биржасына кірейік, сол ыңғайлы негізі. Бағасы 121 теңгеден дейді. Давайте 10 штук акцияны бірақ алайық. Давайте 10 емес, көбірек алайық бір. 30 штук акцияны алайық, 120-дан ғой бағасы. 30-ды купить деп басамыз, содан подтверждение күтеміз, SMS келеді, покупка подтверждена деп шығады. Енді операция деген жерге активный заявки дегенді қарасақ, міне біздің заявкамыз тұр, 30 штук акция қалтамызда. Сонымен сіздер 3600 теңгеге Қазақстандағы халық банктың 30 акциясын қалай алуға болатынын көрдіңіздер. Бұл видеоға лайк басып, 750 лайкқа жеткізіп жіберіңіздер. Осы сияқты қызықты және пайдалы ақпараттар өте көп болады, және менің парақшамды достарыңызға жіберіп қойсаңыздар, мен от души риза болар едім.